Сәлем достар, бүгін таңғы асқа овсянкадан каша жасаймыз. Егер сіз бір өзіңізге дайындайтын болсаңыз, мен қолданған өнімдерді 2 есеге аз мөлшерде аласыз. Овсянканы жуып, тазалап аламыз. Кастрюльге су құйып қайнатамыз. Су қайнағаннан кейін овсянканы саламыз. Түбіне жабысып қалмас үшін үнемі қозғап отырамыз. Бес минуттан кейін сүтті құямыз. Газдың астын жай қоямыз. Каша піскеннен кейін тұз қосамыз, ыдысқа құйып, 1 шай қасық май қосып, кашаның бетіне жидектерді саламыз. Шекер қоспаймыз. Өйткені жидекті табиғи қант ретінде қолданып отырмыз. Жидекті мүлде қоспасаңыз да болады. Астарыңыз дәмді болсын.